Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгін сіздерге мемлекет тарапынан берілетін тұрғын үй сертификаты жайында толық айтып беретін боламын. Бұл сертификаттар кімдерге беріледі? Оның көлемі нешеден? Сертификатты алған соң қайтару керек па? Дәл осы тұрғын үй сертификаты қандай бағдарламалар аясында қолдануға болады? Осындай толғандырып жүрген сұрақтарыңызды дәл осы видеодан толық жауабын алатын боласыздар. Сондықтан құрметті достар, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмесеңіз тіркеле кетіңіз. Дәл осы видеоның сілтемесін барлық үй кезегінде тұрған азаматтар мен азаматшаларға тарқатыңыз. Себебі осы тұрғын үй сертификатын қолдана отырып, отбасы банк арқылы алғашқы жарнасыз баспаналы болуға болады. Ол жөнінде менің YouTube каналымда арнайы видео бар. Алғашқы жарнасыз отбасы банкінен баспана алу жолдары деген видео бар. Міндетті түрде соны көріңіздер. Себебі достар, бұл тұрғын үй сертификатын алғашқы жарна ретінде қолдануға болады. Енді құрметті достар, мен тақырыпты бастайын. Ең бірінші мына мәселеге тоқталайық. Алғашқы жарнаның бір бөлігін өтеу үшін мемлекет тарапынан берілетін бұл көмек. Екінші, тұрғын үй сертификаты қайтарымсыз. Оны алғаннан кейін мемлекетке қайтарудың қажеті жоқ. Қазір әлеуметтік желілерде, бір Instagram каналдарында мынандай жаңсақ пікірлер қалыптасқан. Осы тұрғын үй сертификатын алған соң міндетті түрде мемлекетке қарыз болады екенбіз. Ана біздің пенсионкадан ұстап қалады екен деген сияқты. Оның барлығы өтірік. Бұны алған соң қайтарудың қажет жоқ. Сіздерге мемлекет көмек ретінде ұсынып отқан осындай әлеуметтік жоба. Ары қаратай, тұрғын үй сертификаты қандай бағдарлама аясында қолдануға болады? Ең бірінші, әрине, отбасы банк арқылы нұрлы жер бағыты бойынша шаңырақ және кредиттік жүйе 2025 әкімшілік салған үйлерге, яғни бірінші нарықтағы үйлерге қолдануға болады. Сонымен қатар отбасы банк арқылы іске асатын бақытты отбасы бағдарламасы аясында қолдануға болады. Бірінші, екінші нарықтан баспана алып жатсаңыз, осы тұрғын үй сертификатын алғашқы жарнаға қолдануға болады. Ары қаратай, отбасы банкін қоспағанда кез келген екінші деңгейлі банктер арқылы 7-20-25 бағдарламасы аясында да осы тұрғын үй сертификатын қолдануға болады. 7-20-25 бағдарламасы бірінші нарықтан беріледі. Жалпы осы шаңырақ, нұрлы жер, бақытты отбасы 7-20-25 бойынша толық видео менің YouTube каналымда бар. Плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесінен осы бағдарламаларды толық зерттесеңіздер болады. Кімдер қатыса алады, талаптары қандай, шарттары қандай, проценті ставкалары барлығы айтылған. Енді, құрметті достар, тұрғын үй сертификатының көлеміне тоқталайық. Ол жергілікті әкімшілікке байланысты. Оны немесе өзіңіздің мекен-жай бойынша тұрғын үй қорынан, немесе тұрғын үй инспекциясынан біле аласыздар. Оның көлемі 1 миллион теңге мен 1,5 миллион теңгенің арасында. Нұр-Сұлтан қаласында 2022 жылы қазіргі күні 1,5 миллион теңгеге дейін тұрғын үй сертификатын алуға болады. Ары қаратай, құрметті достар, кімдерге беріледі тұрғын үй сертификатты? Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары. Оны сіздерге мына жерге жазуға енді тақтама сыймайды, былай оқып берейін. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына бірінші, екінші топтағы мүгедектер кіреді екен. Көп балалы отбасылар, немесе соларды тәрбиелеп отқан отбасы керек екен. Мүгедек балалары бар, немесе соларды тәрбиелеп отқан отбасы. Жасына байланысты зейнеткерлер, жетім балалар, толық емес отбасылар, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен соларды қатысушыларына теңестірілген адамдар, кейбір созылмалы аурудың ауыр түрімен ауыратын адамдар, өнен кейін оралмандар кіреді екен. Сонан кейін экологиялық зілзала, табиғи апаттардан жалғыз баспанасынан айырылған азаматтар, өнен кейін мемлекеттік міндеттерін атқару кезінде қаза болған адамның отбасылары кіреді екен. Мына халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына, құрметті достар. Бұның барлығы үй кезегінде тұруы міндетті түрде. Ары қаратай, 2022 жылы Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің шешімімен бұл тізім тағы да толықтырылды. Олар кімдер? Білім беру саласының профильді қызметкерлері, яғни мұғалімдер, тәрбиешілер, административный техникалық қызметкерлер кірмейді. Сіз мысалы бухгалтер болсаңыз, отдел кадр болып жұмыс жасаңыз, сіз ала алмайсыз. Медицина саласының профильді қызметкерлері, спорт саласы, мәдениет саласы қызметкерлері және полиция департаментінің қызметкерлері. Бұл Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің қосымша қосқан тізімі. Сіз басқа өңірден болсаңыз, өзіңіздің тұрғын үй қоры немесе тұрғын үй инспекциясынан осы тізімдегі адамдар бойынша сіз ала аласыз ба, ала алмайсыз ба, сол кісілерден білсеңіз болады. Енді құрметті достар, тағы да бір шартына тоқтала кетейік. Тұрғын үй сертификатын алу үшін
отбасының табысы жан басына бөлгенде 3/1 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі керек. 2022 жылы бір күнкөріс деңгейі 36.018 теңгені құрайды. Теңгеге шағатын болсақ, 3/1 күнкөріс деңгейі 111.655 теңге. Мысал ретінде түсіндірейін сіздерге. Көп балалы отбасы. Күйеуі жұмыс жасайды, 200 мың теңге табады, әйелі жұмыс жасайды, 100 мың теңге табады. 4 баласы бар. Отбасында 6 адам сонда да. Күйеуі, әйелі және 4 баласы, 6 адам. Енді қараңыздар, күйеуінің 200 мың, әйелінің 100 мың қосқанда 300 мың теңге. 300 мың теңгені жан басына бөлеміз, яғни 6 адамға. Әрқайсысына 50 мың теңгеден арналады. 50 мың теңгеден айналады. Мәні, көкіректе сайлап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген сияқты айта алмай қалдым ғой құрсын. Енді қараңыз, 50 мың теңге 111.655 теңгеден аз, яғни бұл отбасы тұрғын үй сертификатын ала алады деген сөз. Егер жан басына отбасының табысын бөлгенде әрқайсысына 111.655 теңгеден асып кетсе, өкінішке орай сіз тұрғын үй сертификатын ала алмайсыз. Сонымен қатар мен көптеген клиенттерім, оқырмандарым келіп жатады, осы тұрғын үй сертификатын алу үшін доходымды азайтып жіберсем бола ма деп. Құрметті достар, әр кезде әр нәрсенің екі жағы бар. Тиынның да екі жағы болады. Мысалы, сіз доходыңызды төмендетіп тастасаңыз, белгілі бір себептермен сертификат алу үшін ипотека бойынша доход көрсетіп жатқанда, төлем қабілетіңізді растай алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан көп асайын деп бірдеме болып қап жүрмесін. Құрметті достар, ары қаратай кеттік. Сертификатты алу үшін қандай қадамдарда жасаймыз? Ең бірінші әрине бағдарламаларға қатысу. Белгілі бағдарламалар, ол шаңырақ, нұрлы жер, бақытты отбасы, жаңа 7-20-25. Бағдарламаға қатысып, негізгі тізімге өтесіз. Яғни бірден бағдарламаға қатыспай барасап, сертификат маған бер деп ала алмайсыз. Бірінші бағдарламаға қатысасыз. Өнен кейін төлем қабілетінен өтесіз. Банктен жаңа гарантийный письмо дейді, уведомление аласыз. Ары қаратай бақытты отбасы 7-20-25 бағдарламасына келетін болсақ, сіз баспана табасыз. Өйткені бұл жерде баспананы өзіңіз табасыз ғой. Бірінші нарықтан, екінші нарықтан, 7-20-25 бойынша бірінші нарықтан, бақытты отбасы бойынша первичка, вторичкадан деген сияқты. Баспана тапқаннан кейін оценка жасатасыз. Оценка дайын болғаннан кейін жаңағы банктен екінші уведомлениені аласыз да, тұрғын үй қорына барып, өзіңіздің мекен-жай бойынша өтініш жасасыз. Қазір ары қаратай тағы да толықтырамыз. Бұл екі бағдарлама аясында. Ал шаңырақ кредиттік жүйелеуге келетін болсақ, жаңа әкімшілік салған үйлерге конкурс бойынша ол жерде қатысасыз, негізгі тізімге өтесіз, уведомление аласыз, онан кейін тұрғын үй қорынан хабарлама күтесіз. Шаңырақ нұрлы жерге қатысып жатқандарды бір WhatsApp группасын ашуы мүмкін. Сіздерге тұрғын үй жаңа жыл фонд хабарлама жібереді. Яғни хабарламада сіздердің өздеріңізге жеке жіберу мүмкін WhatsApp-тарыңызға, образец доверенность жібереді, содан кейін образец согласие жібереді. Ерлі-зайыптылар болса, бір-біріне келісім береді үйді сатып алуға. Міне, осы образец бойынша нотариус арқылы жасап, жыл фондқа өткізесіздер. Жыл фондқа өткізгеннен кейін жыл фонд ары қаратай договор куплет-продажа жасайды. Договор куплет-продажа жасағаннан ол отбасы банкіне жібереді. Отбасы банкіне жібергеннен отбасы банкінің менеджері сізге хабарласып, отбасы банкіне шақырады үйді оценка жасау үшін. Дәл сол оценка жасап жатқан кезде параллельно сол менеджерден екінші уведомление аласыздар. Мен мына тұрғын үй сертификатын алуға өтініш жазуым керек деп. Сізге екінші уведомление береді, жыл фондқа барып өтінім жазасыздар. Ары қаратай кеттік. Өтінім жазатында қандай құжаттар керек? Ең бірінші өтінім жазасыздар. Ол жаңа жыл фондқа барасыздар да сізге бланк береді, сол бланк толтырасыздар. Өнен кейін өтінім беруші және оның отбасы мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттар. Ол жеке куәлік болуы мүмкін, туу туралы куәлік, неке туралы куәлік, жаңағы балаларды асырап алу үшін растайтын жаңағы әке болуын атандырған жаңағы сондай құжаттар. Жеке басын куәландыратын құжаттар. Оларды алып аласыздар, жаңағы оригиналын және копиясын снимать етіп алыңыздар. Өнен кейін соңғы 6 ай справка о зарплате алып аласыздар. Өнен кейін жұмыс орнынан анықтама. Жұмыс орнынан анықтама кімдерге керек емес? Көп балалы отбасыларға, толық емес отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелі отбасыларға керек емес. Басқалардың барлығына жұмыс орнынан анықтама керек міндетті түрде. Онан кейін 6 ай пенсионный выписка аласыздар. Уведомление жаңа банктың берген гарантийный письмосын алып, осының барлығын өткізесіздер. Өткізгеннен кейін жыл фонд оны 3 күн қарайды. 3 күн қарағаннан кейін жаңағы банктен берген уведомлениеде көрсетілген КЗ счеттарыңызға жібереді. Ақша жаңағы қай банкпен ипотека рәсімдеп жатса, сол банктың счетына түседі. Сөйтіп, алғашқы жарна ретінде тұрғын үй сертификатын қолдануға мүмкіндік аласыздар. Міне, құрметті достар, тақырып осы. Толық сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Түсінбесеңіз бір қарап шығыңыз. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыз. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.